Қайырлы күн, мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Биназар ауылы Оражандосов орта мектебінің 10 сынып оқушысы Қияш Назерке Аманбайқызы. Менің отаныма, менің бастамам аудандық шығармашылық жобалар байқауында Жақсылық керуені номинациясы бойынша Жақсылық почтасы жобасын назарларыңызға ұсынамын. Бұл жобаны жасау кезінде менің көз алдыма түйелер керуені елестеді, бірақ мен бұл өз жобамды Жақсылық почтасы деп атағанды жөн көрдім, себебі біздің әрбір жасаған жақсылығымыз фотодәлел ретінде осында салынып отырады. Менің әрбір жасаған жақсылығым осында салынып, оны көпшілік көріп, өзгешілері қосады деген ойда жасадым. Жобаның басты мақсаты қарт адамдарға әлеуметтік көмек, осал топтағы балаларға көмек көрсету. Жоғарыда көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін жоба келесі міндеттерді қояды. Оқушылардың ортақтастық, қайырымдылық, бір-біріне мейірімді болуы, тәжірибесін игеруге мүмкіндік жасау. Көмекке мұқтаж адамдарға қамқорлық пен құрмет сезімін дамыту, оқушылардың азаматтық парыз, патриотизм, адамдарға деген сүйіспеншілік, қайырымдылық сезімдерін тәрбиелеу. Қызмет бағыттары: ізгілікті істер жасау, қарт кісілерге, әлеуметтік осал топтағы мен ерекше назарды қажет ететін балаларға қолдау және көмек көрсету, қоғамдық мерекелер, акциялар ұйымдастыру, суреттер мен шығарма жазу конкурстары, құттықтау ашықхаттарын жасау. Қоғамға риясыз сүйіспеншілік пен мейірімділік танытып, қамқорлық